Шынында да бұл әңгіменің төңірегінде үлкен, бұл мәселенің төңірегінде үлкен әңгімелер болып жатқаны рас. Мен сізге айта кетейін дегенім, сізге де, осы телекөрермендерге де, бұл жерде басты мәселе, мысалы, жеңіл автокөліктердің алдыңғы орындығында автокөлік жүргізуші бар. Және соның қасында отыратын жүргінші, соның орындығы, алдыңғы орындықта ғана 12 жасқа дейінгі балаларға арнайы орындықтар қолданылады. Ал енді артқы орындықтарда арнайы балаларға арналған орындықтар болуы міндет емес. Ол жерде арнайы құрылғыларды қолдануға болады. Сондықтан сіз 12 жасқа толған балаңыз болса, 12 жасқа толған болса, онда орындықсыз-ақ алдыңғы орындыққа отырғызасыз. Ал егер ол 12 жасқа толмаған болса, онда арнайы балалардың орындығына алдыңғы орындыққа отырасыз. Ал егер балаңыз 12 жасқа толып кетіп жатып, толмай жатып, оның дене пішімі жаңа 12-ден үлкен балаға келетіндей болса, артқы орындыққа отырғызыңыз да арнайы құрылғыларды қолданыңыз. Арнайы құрылғы дегеніміз, қазір елдің бәрі түсінігі бойынша біз жеңіл автокөлігімізге 3 бірдей балалық орындықты қалай сыйғызамыз деген мәселелер туындап жатыр. Ол арнайы балалардың орындығы 3 бірдей, 4 бірдей керегі жоқ. Сіз тек алдыңғы сиденьеге оны алдыңғы орындыққа ғана қондырыңыз. Ал енді артқы орындықтарға мынандай арнайы құрылғыларды қолдануға болады. Бұл арнайы құрылғы дегеніміз осындай белдіктер балаларға арналған. Осындай балаларға арналған белдіктер бар. Бұларды кәдімгі автокөліктің белбеулері, мына 12-ге дейін толмаған жас балалардың тамағына тақалып тұрмас үшін осылай мені қосып қояды. Сонда балаларды жай ғана белбеумен ары қарай қыстырып қоюға болады. Соны бұны балаларға оңай қолдануға болады. Біз осы туралы мәселені айтып отырмыз. Ал енді мынау балаларға арналған орындық, ол тек алдыңғы орындықта, автокөліктің алдыңғы орындығында болуы міндетті түрде. Неге десеңіз, автокөліктер жол апатына түскен кезде көбіне дене жарақатын алатын, содан қайтыс болып жататын кісілер, ол алдыңғы қатарда отырған кісілер, ол автокөлік жүргізушісі мен алдыңғы қатарда отырған кісілер сондай дене жарақаттарын алып жатады. Сондықтан бұл балалар орындығының болуы міндетті түрде. Бұның бәрі енді ертеңнен басталады. Бұның айыппұлы қанша болады? Егер мұндай ережелер сақталмаған жағдайда. Бұның айыппұлы да жаңағы 5 айлық мемлекеттік көрсеткіш, 5 айлық көрсеткіш дейміз ғой. Сол көрсеткішпен 9.000 теңгенің төңірегінде айыппұл салынып отырады.